Өткен жексен бүгінгі сайлаудан хабар тарату үшін біздің елге шетелден 230-дан астам журналист келіпті. Олардың арасында әлемнің белді ақпарат агенттіктері де бар. Бақ өкілдері кәрі құрлықтан, сары құрлықтан, тіпті Африка тәрізді қара құрлықтан да келген. Журналистер дауыс берудің әділ ашық өтіп жатқанына куә болғанын айтады. Бұған қоса олардың пікірінше Қазақстандағы сайлау процесі өзге елдер үшін өнеге болуға лайық екен. Шетелдік әріптестеріміз сайлаудың демократия принциптеріне сай өтуі елдің саяси конституциялық реформаларының көрінісі деген пікірде. Бұл біздің Қазақстандағы сайлауды бақылауға алғаш келуіміз емес. Демократия деңгейі дамып, жоғарылап келеді. Таңертеңнен бері бірнеше учаскеге бардық. Халықтың белсенділігі жоғары. Кейбіреулер жанұяларымен барып жатыр. Мерекелік көңіл күй байқалады. Әркімнің емін-еркін таңдау жасауына жағдай жасалған. Саяси реформалар жоғары деңгейде өтіп жатыр. Таңертеңнен бері 10 учаскені араладық. Заң бұзушылық тіркелген жоқ. Дауыс беруге адам көп барып жатыр. Соңына дейін осылай болады деп үміттенем. Бұл демократиялық сайлау. Оған дайындық жоғары деңгейде ұйымдастырылған. Сайлау учаскелері қызметкерлерінің де жұмысы көңілден шығып жатыр. Жалпы елдегі сайлау науқанының ұйымдастырылуына шетелдік байқаушылар да баға берді. Оған кез келген азаматтың дауыс беруіне жағдайдың жасалған себеп дейді. Әрі өз елімізде де жергілікті байқаушылар өздеріне жүктелген міндеттерін аса ыждахаттылықпен орындады. Елімізге шетелдерден 800-ге жуық байқаушы келді. Олар әр жарты сағат сайын брифинг өткізіп, дауыс берудің өтуі жайында ақпарат берді. Аз отырып көп сынайтын халықтың сөзінше, сайлау халықаралық стандарттарға сай өткен. Я оцениваю позитивно. Бұл сайлау сіздер үшін маңызды тарихи сәт. Жалпы дайындықтың деңгейі өте жоғары болды. Әр учаскеде халық үшін жағдай жасалды, лайықты қызмет көрсетілді. Сайлауда тағы бір байқағаным, тәуелсіз байқаушылар үшін, комиссия үшін ешқандай шектеу болған жоқ. Біз қажетті ақпараттың барлығын алдық. Мәжіліс депутаттығына кандидаттарды ұсыну және тіркеу заңнама талаптарына сай жүргізілді. Біз көптеген сайлау учаскелерін араладық. Сонда адамдардың дауыс беруге ынтамен қуана барғанын көрдік. Шетелдік байқаушылар осы жолғы сайлауда жастардың белсенділігі жоғары болды. Бұл демократиялық дамудың көрінісі деген пікірлерінде жасырмады. Әрі мүмкіндігі шектеулі жандардың дауыс беруіне барлық қажетті жағдайдың жасалуы да өзге елдерге үлгі болуы тиіс дейді. Сложности и трудности мы не испытали. Бюллетендерді беру тәртібі, үгіт насихат ақпараттарын орналастыру, дауыс беру процесін ұйымдастыру, дауыстарды санау тәртібіне қатысты заң талаптарын бұзу деректері болмады. Сондықтан нәтижені халықаралық байқаушылар тобы қорытындысында бекіттік. Сайлау өте жоғары деңгейде өтті. Біз көптеген сайлау учаскелерін араладық. Сонда адамдардың дауыс беруге ынтамен қуана барғанын көрдік. Жұрт науқанды нағыз мейрам сияқты қабылдағаны сезіліп тұрды. Әрі сайлау учаскелерінің біреуінде де полицейлерді көргеніміз жоқ. Бұл ұйымдастырудың жоғары деңгейде екенін және дауыс берудің бейбіт түрде өткенін білдіреді. Жалпы елдегі саяси шара барысын бақылаушылардың арасында Еуропадағы қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымы, ТМД, түркі мемлекеттері, Түрікпа, Шанхай ынтымақтастық ұйымының өкілдері болды. Дүбір басталған алдағы саяси дода, яғни мәжіліс пен мәслихат депутаттарының сайлауы туралы барлық ақпаратты біздің, яғни 7 арнаның YouTube арнасына жазылып біле аласыздар.